Жекпе-жек кезеңінің келесі жұбы Айжан Жарқынбек, Я не ожидала, что... Майра Мұхаммедқызы бұрылады деп мүлдем ойлаған жоқпын. Маған дейін өнер көрсеткен қатысушылар, ол ең қатал тәлімгер. Бұрылады деп үміттенбе деп айтқан еді. Әнімнің ең маңызды бөлігі рэпті оқығаннан кейін Майра Мұхаммедқызы бұрылды. Шыны керек таң алдым. Әрине, алғысым шексіз. және Мен кіммен дуэтте ән айтады екенмін? Мүмкін рок, мүмкін джаз. Бірақ олай болмай шықты. Рахман Сәтиев. Байқауға келгеннен бастап, яғни өзім Майра Мұхаммедқызына барғым келген болатын. Қазір сол кісінің командасындамын. Майра Мұхаммедқызы, когда я на нее смотрю... Майра Мұхаммедқызына қарап, нағыз мәртебелі, көрікті әйелді, нағыз опера дивасын көрем. Майра Мұхаммедқызы өте ақжарқын, мейірімді, ашық жан. Она... Ол кісі жаңа бір дүние шығаруға, яғни эксперимент жасауға қорықпайды. Оның тобында әртүрлі бағыттағы әншілер жиналған. Көрмей таңдау кезеңінде мен Айжанды таңдадым. Сол кезде әлем мені жекпе-жекке шақырған еді. Сондықтан дәл екеуіңді жұп қылып эксперимент жасаймын. Осылай әлемге жауап бермейміз бе? Айжан қарсыласым, дикциясы өте керемет. Рахман керемет музыкант. Рэп бағытта ән айтқандықтан мүмкін кішкене андай рок стилінде бір көріну мүмкін. Бірақ мен Айжанды көрген кезде фильмдерде, ертегілерде Ханшайымдар болады, осындай болып елестеймін. Мен өзімді бір сол Ханшайымның қасындағы Ханзада секілді көремін өзімді енді. Ну, естественно, это... Әрине біз Димаш Құдайберген мен Карди Би сияқтымыз. Егерде қазір шықпай жатса, оны басқаша қылып өзгертіп, сен білесің ғой, колоратурада. Ән қатты оңай деп те айта алмаймын. Голос... Бұл әнде Рахманның дауысы басымырақ деп ойлаймын. Это про Рахмана. Сәттілік тілеймін. Молодцы. Ана рэпті, е? Қысылмай ешқашан жарына. Мен ойлаймын, бұл екеуінің ортасына таңдау қиынға түседі. Я уверена в том, что... Біздің орындауымыз жоғары деңгейде болатынына сенімдімін. Мүмкін келесі кезеңге Рахман өтеді. Менің өнерімді жоғары бағалаған Айжанға үлкен рахмет. Дегенмен кімнің өтпейтінін, кімнің өтетінін қазылар алқасы шешеді. Дәл қазір болатын жекпе-жек тәлімгерлер. Майра ханым мен әлемнің арасында болатын шайқас. Ендеше қарсы алыңыздар. Айжан Жарқынбек. Айжан, мы верим в тебя. Және Рахман Сәтиев. Балам, саған сене. Бірінші айналымда ерекше есте қалған рэп орындаушы және классика бағыты. Таңдау қиын болмай ма қазір? Мен де сұрайыншы соны. Айтшы. Таңдау қиын болмай ма енді? Қиын болып әбден мүмкін. Иә. Енді міне сахна сендердікі жақсылап тұрып, бүкіл халыққа өздеріңнің қандай таланттарың бар екенін көрсетіңдер. Bir жағынан әлемге жауабымыз. Әлем сенбейді. Менде де жауап күтіп тұр ғой ондай болса. Менде де бір классика бар ғой. Ендеше жекпе-жек
Басалса! Ой, бәрекелді. Warren G, top tag, patrol the beat. Homies say they're hot as fish, but there's no Flash doubt the is beach. good. Claiming the G of all G's. Please, I come blowing through like the breeze. Sitting on a tree, just another sunset. Fall and see, I can hear the homies the past calling me. And you know what? I discovered what they keep saying. Huh? Keep your mind in your money, your rats, and shake busters. Классика мен рэп. Мен бірінші рет естіп тұрмын бұндайды. And you know I've been from London to Japan, to land, to the Egyptians. And you can check me, disrespect me, or mock me up with the bus bumping up out of my track. Money over power, power over money, money over power, power over money, money over power, power over money, money over power, power over money. Не деген өмір. Қалай? Керемет эксперимент болды. Тәлімгерлердің пікірін білейік. Әлем, не дейсің? Вау, Майра ханым. Не істеп тастадыңыз? Мен күттім негізі, сіз бірдеңе жасайды ау деп. Бірақ мен дәл осы әнге істейді деп ойлаған жоқ едім. Мен бұл әнді бұлай елестетіп көрмегенмін де мен. Иә, өте қызық көрініс. Енді жақсы номер. Экспериментке не айтамыз? Эксперимент жақсы. Жарайсыз, Майра ханым. Бірақ менің жауабымды білесіз ғой, менде де бір классика бар. Ол керемет болады, күтіңіз оны. Жақсы. Рахмет, Әлем. Сәкен мырза. Енді керемет эксперимент. Майра ханым, сізді құттықтаймын. Екеуіне жарасып тұр. Бірақ енді мен Айжанның дауысын естігім келді. Мен жалпы осы екеуіңіздің бағытыңызда да ән шырқап көргем. Рэпті де оқып көрдім өмірімде. Сенің көзің түстері тұңғиықтан жаралған, сонда жатыр менде жүрген орын алмас барарман деп айту қиын екен сөйтсем. Оны триольдармен орындау, арасына синкопалық ноталарды қосу өте қиын екен да. Бірақ бұл енді Қазақстан дауысы жобасы болғандықтан сен өзіңнің дауысыңды көрсетуің керек еді. Ал енді классика жағына келетін болсақ, Альтинаны сен кәдімгі таза өзің дауыс емес, фальцетпен айтып шыққан сияқты күйде болдың. Әрине, бұл нотаны бағындыру да оңай емес. Бірақ әлі жассың, әлі шыңдалсаң, Майра ханымның тәлімін, тәрбиесін алсаң, әлі де бұдан да жоғары ноталарды өз даусыңмен толыққанды айтып шыға алатыныңа сенімдімін. Енді өзім балаларым сияқты уайымдап кеттім. Негізі Айжанды өткізген болар едім. Бірақ мен нағыз бақталаспен шығуым керек. Рахманды қалдырар едім. Рахмет, Сәкен мырза. Маржан ханым, сіз бұндай экспериментке не дейсіз? Жалпы эксперимент жайлы айтатын болсақ, өте қызық. Майра ханым сізден мен өзім күткен жоқпын. Мәссаған деп мына жерге отырмын. Рахманның дауысы, рэп оқыған Айжан, нәзік қана кішкентай ғана қыз шығып бір уақытта уа деп жаңағы әңгімені жіберген кезде таңғалып, кәдімгідей қызығып қарадым сіздерді. Мен үшін аздау қалды, тағы да тыңдай бергім келді. Соншалықты қызық болды. Енді сіздердің мықты жақтарыңыз ол өз-өздеріңізді сенімді ұстауларыңыз. Ал енді вокал жағынан әрине екеулеріңізде де кемшіліктер болды. Дегенмен де менің өзім пікірім, әрі қаратай Айжан не істейді, не қалай таңғалдырар екен көрерменді деген бір құпия болып тұрысы маған.
бәлкім айжанды қалдырар ма едім деп ойлаймын. Бұл жерде мен шешпеймін, Майра ханым шешеді. Майра ханымның шешімін күтейік енді. Енді Рахман Алтина, контральто бағыттағы әнші, бірақ бүгін менің көңілімнен шықпай қалдың. Ал енді Айжан өзі композитор, өзі сөз жазады, өте бір дарынды қыз. Шынымен де рэпті өте жақсы айттың, бірақ қосылып «Олито» деңізі жаңағы шықпай қалды даусың. Ал енді дәл қазір маған шешім қабылдау өте қиын. Түсінемін, Майра ханым. Дегенмен де сіздің шешіміңізді естуге дайынбыз. Келесі айналымға өтетін әншім Рахман деңіз. Рахман деңіз. 100% победа Айжан. Рахман. Рахман Сатиев келесі айналымға өтеді. Құттықтаймыз. Ничего страшного. Рахман, балам құтты болсын. Енді Айжан, көрермендерге және тәлімгеріне айтар тілегің болса, сөзің болса. Я вам очень благодарна. Сіздерге алғысым шексіз. Осындай жобаға қатысып, бірінші кезеңнен өткенімнің өзі мен үшін жеңіс. Сондықтан мен өте қатты қуаныштымын. Пройти через один тур – это уже победа для меня. И поэтому я очень рада. Спасибо большое. Әлемге бір рэп жазып берші. Мен айта алмаймын ғой рэп. Ада? Мен рэпер емеспін ғой, апай. Мен ән жазам, ән айтам өзім. Танысқаныма қуаныштымын, атым Батырхан Мәліков. Танысы біліп солыңыздар. Айжан, саған көп рахмет. Саған әрдайым сәттілік тілейміз. Эх, Майра ханым, мен сізбен қалай болса да келіспеймін, ренжімеңіз. Мінекей. Ничего страшного.